1977 жылы сыртқы күн жүйесін зерттеу үшін Voyager 1 ғарыштық құрылғысы ұшырылды. Ғарыштық ұшу тарихында екі ғарыш құрылғысы көп жылдар бойы жұмыс жасап келе жатқан ғарыштық құрылғылар ретінде қалды. Ұшырылғанына 41 жыл өткен Voyager 1 қазір жерден 21 миллиард километр қашықтықта және сағатына 61 мың километрді жүріп өтеді. Адам қолымен жасалған Voyager 1-дің жерден соншама қашықта болуына қарамастан, біз күнделікті ғарыш құрылғысымен байланыс жасай аламыз. Біздің Voyager 1-мен байланысымыз жоғалғанша, ғарыш құрылғысы қаншалықты алысқа баруы мүмкін? Бұл сұраққа жауап беру үшін Voyager 1-дің 21 миллиард километр қашықтан сигналдарды қалай қабылдайтыны мен жіберетінін білуіміз керек. Радио толқындар арқылы 20 киловатт сигнал жерден Voyager 1-ге жіберіледі. Сигналдардың ғарыш құрылғысына жету үшін 20 сағаттай уақыт кетеді, және сигналдар сезімтал антенна арқылы қабылданады. Салыстырмалы түрде Марстағы Роджерлердің жіберген сигналы жерге жету үшін 15 минуттай уақыт кетеді. Voyager 20 ваттық сигналды жерге жіберген кезде сигналдың кеңістік арқылы жүріп өту салдарынан сигнал күші азайып, жерге ақпараттың кішкене бөлігі ғана жетеді. Осындай қашықтықта объектілермен байланысу үшін сигналдың күшті болуы маңызды емес, себебі ғарыштық құрылғыдағы антенна өте сезімтал. NASA жер бетінде аралары бірдей орналастырылған 3 антенналар комплексінен тұратын Deep Space Network'ты қолданады. Әрбір комплексте үлкен 70 метрлік антенна және бірнеше 34 метрлік антенналар орналастырылған. Бұл антенналар бірігіп сіздің стандартты радио FM сигналыңыздан 1000 есе әлсіз сигналдарды қабылдай алады. Deep Space Network күн сайын бірнеше сағаттар бойы Voyager 1-ден келетін әлсіз сигналдарды тыңдайды. Осылайша Voyager 1 бізбен байланысын әлі жалғастыруда. 50 жылдан бері біздің сигнал қабылдау әдістеріміздің жақсарған соншалық, ғарыш құрылғысы қанша алыста болса да, біз олармен байланыс жасай аламыз. Қазіргі технология көмегімен сигнал қабылдағыштардың әлсіз сигналдарды қабылдауда нақты және сезімтал болуы арқасында бізден көптеген жарық жылдар қашықта орналасқан объектілермен байланыс орнатуға болады. Voyager жерден әрі қарай алысқа саяхаттаған сайын жерден сигналдарды жіберу және қабылдау көп уақытты алады. Сондай-ақ сигналдардың күші мен деректер жылдамдығының төмендеуі салдарынан ғарыш кемесімен байланысу қиындап барады. Дегенмен Voyager 1 өз саяхатын жалғастыра бермек. Ғарыш құрылғысымен байланысуға ешқандай шек болмағанымен Voyager 1-мен байланыса алатын бірнеше жылдар ғана қалды. Себебі Voyager 1 ядролық энергиямен қуатталғандықтан электр қуаты күн сайын әлсіреуде. 1990 жылы инженерлер қуатты үнемдеу үшін ғарыш құрылғысындағы камераны сөндіріп тастады. Voyager 1-дің соңғы түсірген суреті ғарыш қараңғылығындағы жердің кішкене көк нүкте болып көрінген бейнесі болды. Бүгінгі күнде Voyager 1-де 11 ғылыми құралдың 4-еуі ғана жұмыс жасап тұр. Бұл құралдар сыртқы күн жүйесіндегі магниттік өрістерді, күн желдері және ғарыштық сәулелер туралы ақпаратты алуға қолданылуда. Таяу 8 жылда Voyager 1-де қуат көзі таусылып, құралдар істен шығатын болады. Дегенмен, сол уақытқа дейін ғалымдар ғарыш құрылғысымен байланысып, маңызды ақпараттарды ала бермек. Voyager 1 соңғы ақпарат бетін жібере алуға шамасы жеткенге дейін маңызды ақпараттарды жинай беруін жалғастыратын болады. Содан соң біз одан ешқашан ести алмайтындай алысқа, аспан кеңістігіне сіңіп кетпек. Voyager ғарыш құрылғысының күні жақындағанына қарамастан, біз оның ғылымға қосқан үлесі мен жасаған керемет саяхатын бағалаймыз.